Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бизнес арна эфирінде сұхбат бағдарламасы өздеріңізбен бірге мен Ернар Тайжан. Бүгінгі сұхбат алаңында бізбен бірге қонақта Еркін Дүйсенбаев, Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігі, өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті, Тау-Кен металлургиялық өнеркәсібіндегі мемлекеттік қадағалау басқармасының бас сарапшысы. Еркін мырза, қайырлы күн, қош келдіңіз. Ең әуелі осылай уақыт тауып сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Енді бүгінгі тақырып шыны керек баршамызға мәлім, Қарағандыдағы Ленин шахтасындағы оқиға жайында болмақ. Бізде былайша айтқан кезде жыл сайын біз бұл сұраққа, бұл түйткілге оралып жатырмыз. Биыл Ленин шахтасы, өткен жыл мысалы Абай шахтасында алған орын оқиға тыйылар емес. Кеншілердің өзі өлімі азаяр емес. Неліктен? Осы бір сұрақтан бастайықшы. Енді қайғылы жағдай. Бұл енді біздің елімізге қайғы әкеп отырған қаншама жанұялар, әкесі, баласынан айырылып отыр. Енді бұл жерде айта кететініміз, бұл қауіпсіздік шараларының орындалмауына, талаптардың орындалмауынан болып тұр. Мәселен, қазіргі ArcelorMittal бойынша тікелей тоқтасақ, көмір департаментінде шахтың астындағы құрал жабдықтардың бәрі тозған, уақытылы айырбасталмауы. Сондықтан былтыр заңға біз өзгерістер кіргізгенбіз. Өнеркәсіптік бақылауды, мекеменің өнеркәсіптік бақылауын күшейтуге. Осы өнеркәсіптік бақылау елемегеннен болып тұрған жағдайлар. Бұл өнеркәсіптің өзі охрана трудасы бар, линейный ИТР бар. Солар бақылауды күшейту керек. Технологияны жаңарту керек. Процесстерінің жаңа қазіргі дүниежүзілік стандарттарға сай болу керек. Осының бәрі әсер етеді. Енді айтайын дегеніміз, біздің өнеркәсіп қауіпсіздік комитеті, біздің департаменттер күнделікті жұмыс істеп жатыр, өз тарабына, талаптарына сай, құзыретіне сай. Бұлай қарасақ, бұрынғы жылдары біз әр өнеркәсіптік объектке кіру үшін жыл сайын, жартыжылдық сайын біз план график, жоспар министрдің бекітіледі, КПСУ-ға согласование беріледі. Осында мекемелер тексеріледі, ерекше тәртіппен. Ерекше тәртіппен тексерілген кезде, біз алдын ала мекемеге кірер кезде бір ай бұрын хабарлама береміз, уведомление. Содан кейін мекемеге кіріп тексеріс басталады. Бұрын біз 30 күн тексерсек, қазір 15 жұмыс күн тексереміз. Бұл біздің қарағанда бүкіл бизнес қысым болмаусын деп, қазіргі кіші орта бизнеске мораторий. Сондықтан бұның бәрі әсер етіп жатыр. Бұл өнеркәсіп Тау-Кен саласында шахталар тоқтаусыз жұмыс істейді. Сондықтан біздің инспекторлармен қадағалау жұмысы аз. Осы 30 жыл бұрын, бері 2000 жылға дейін біздің инспекторлар, мемлекеттік инспекторлар қауіпсіздік саласында, орысша айтқанда внезапный проверкалар болатын тон. Мен де өзім территорияда жұмыс істедім, өнеркәсіптен келгеннен кейін өнеркәсіпте жұмыс істедік. Біздің основной технический инспекция дейді ғой кезінде. Біздің салада істейтін адамдар өнеркәсіпте жұмыс істеген образованиесі бар. Содан келіп, инспекцияға келіп жұмыс істеп отырмыз. Жаңа айтайын деген, жаңа тексерістер болады. Бұрын жаңағы внезапная проверка деген бізде болатын тұғын. Біз қандай да жағдай болып қалса, жағдай болмағанның өзінде біз барып тексеріс жүргізетін тұғымыз. Ол уақытта жаңағыдай прокуратураға неге тексеріс туралы ештеме жазылмайтын тұғын. Келіп тексеріп, сосын
бұзушылықтар болса, соны тоқтатып, Бірден тоқтатып. Біз ондай құқығымыз бар тұғын. Қазір ондай құқық жоқ. Осы ретте сұрағым келіп отыр. Еркін мырза, сөзіңіз аузыңызда, 30 күннен 15 күнге кеміді тексеріс уақыты. Қазір аяқ астынан барып тексеру ол да жоқ. Ондай жоқ. Демек, бізде жылдан жылға апаттар, оқиғалар тыйылмай тұр. Енді біз қатаңдатудың орнына керісінше жеңілдетіп жатқан сияқтымыз. Солай Қалай мәселе сонда шешілмек? Енді бізді өзгерістер кіргізіп, заңды жүзінде соны былтырда осы жылда қазір концепция ұсыныс жасайсыздар. Ұсыныс жасап жатырмыз. Неге құлақ аспай отыр сонда? Енді бұны кім шешу керек? Енді құзырлы органдар шешу керек қой бізге. Минюст бізді өткізу керек. Төтенше жағдай министрлігінің құзыреттілігі әлі де шектеулі деп айта аламыз ба сонда? Мен жаңа айтқандай, біздің осы салада біздің құқығымызды заңды түрде күшейту керек. Жаңа айтқанда бізге внезапная проверка деген қайтып кіргізсе, онда мәселе түбегейлі өзгереді. Мәселе сода болып тұр. Жақсы, тақырыпқа оралайық. Апат себебін анықтау үшін комиссия құрылғанын білемін мен. Қазір енді қолда қандай деректер бар? Енді ол комиссияның қорытындысы шыққаннан кейін ғана хабарлама беріледі. Алдын ала деректер жоқ? Алдын ала деректер жоқ. Енді ол жан-жақты қаралып жатыр ғой. Институттар қатысып жатыр. Неден болды? Қандай неден газопроявление, соның бәрін жан-жақты қарайды ғой. Сол өткеннен кейін уже нақты қорытынды болады. Нақты шешім соны комиссия қабылдайды, жаңа үкіметтің комиссиясы. Бүгінгі күні енді қазірдің өзінде егерде сіздер қауіпсіздікке қатысты қандай да бір жаңағыдай олқылықтарды байқасаңыздар, тексеріс нәтижесінде, сіздердің комитеттеріңіз не жасай алады? Қандай шектеулер енгізе алады? Мысалы мен айтайын, былтыр осы 10 айдың ішінде біздің департамент, Қарағанды департаменті тексеріс жүргізді 12 ерекше тәртіппен. ArcelorMittal'дың жаңа көмір департаментіне жүргізген кезде 2011 бұзушылықтар анықталды. 2011? 2011. Осы әр шақтыны 15 күн тексерген ішінде. Байқаңызға айтып отқан. 2011 бұзушылықтар анықталды. Соның ішінде 19 объектіні біз тоқтаттық. И сала аралық экономический судқа 9 талабын жолдадық. Соның ішінде қазіргі уақытта 19 жаңа қауіпсіз объекттер мен құрылғылар тоқтату туралы 4 объект пен құрылғылар тоқтатылды. Мәселен, ол Саран шахтасында 3-ін тоқтатты, сосын Күзембаев шахтасында монорельсін тоқтатты. 31 айыппұл салынды. 31 айыппұлымыз ол 25 миллион. Оның өзі бұлар заңды тұлғалар упрощенный не дейді ғой, 50%-мен төлеп отыр. Енді бұл мәселеде біздің заңды тұлғалардың әкімшілік кодексінің кодексінде бұл штрафтардың айыппұлдың несін көтеру керек деп ойлаймын. Мардымсыз сияқты, е? Енді бұлар сонда неге өнеркәсіп мекемелердің оларға төлесе оңай болып тұрған сияқты бұндай. Енді қараңыз, ол енді құрал жабдықтар қазір қымбат қой. Сондықтан бұған өзім ойлаймын енді. Сол қатаң күшейту керек деп ойлаймын. 2011 жаңағыдай сіз 2010 бұзушылық болды. Бұзушылықты анықтаған екенсіздер. Енді бұл тұрғыда менің ойымша жалпы бізде тексеріс нәтижесінде өзіне бір қарама-қайшы келетін факторлар да көп сияқты. Бір жағынан біз жаңағыдай кеншілерден айырып жатсақ, кеншілерімізден, екінші жағынан біз жаңағыдай кәсіпкерлердің құқығын ойлап жатқан жайымыз бар. Нәтижесінде салдарына жаңағыдай 50% төлеп, оларға жаңағыдай айыппұл төлеуге жеңілдірек болып жатқан сияқты. Енді бұл ретте сіздің ойыңызша қандай түбегейлі өзгерістер қажет?
Енді бұл ретте қазір былай қараса бүкіл мекемелерде қаржы жағы бойынша бөліну байланысты. Қауіпсіздікке, еңбек қауіпсіздігіне. Қауіпсіздікке. Сондықтан қауіпсіздік жағын күшейту керек. Модернизация дейді ғой. Технологиялардың, құрал жабдықтардың бәрін жаңарту керек. Енді бұның бәрі топ менеджерлерге байланысты ғой. Топ менеджер болса. Оларға сіздердің қандай әсеріңіз бар? Былай қараса топ менеджер кешеде депутаттармен сұхбаттаста болған тұғымыз. Енді сол топ менеджерлерге, басқа ТМД мемлекеттерінде топ менеджерлерге 5 жылға дейін, 3-5 жылданға дейін сол мекемеден сол басқарып жатқан должностынан шектеуі бар. Бізде ондай жоқ. Көрдіңіз, мәселе сода болып тұр. Демек, ол жағынан да біз жаңадай әзір оларға ешқандай бір не қарастыра алмаймыз, е? Қарастыра алмаймыз. Бәрі тек айыппұлмен шектеліп жатқан сияқты бізде. Да, солай болып тұр. Біз тоқтатамыз инспекторлар. Кеншілердің өздерімен сөйлестіңіздер ме, сұхбаттастырдыңыздар ма? Жалпы сол орындарда, шахталарда жұмыс істейтін кеншілердің пікірі қандай? Енді ол жаңа комиссия болып жатқан жерде олар бәрімен тексеріс уақытысында кеншілермен бәрімен сұхбат кездесіп сөйлеседі ғой. Бәрі анықталады. Қалай болды, қандай жағдай болды, оның бәрін анықталады. Біз бірақ шахталарды жаба алмаймыз ба сонда? Мысалы, осы Лениннің өзінде бір емес бірнеше оқиға орын алды. Шақты міне осы кешегі таяуда 26 қазанда газовый выброс болды. Лавада, көмір лавасында қазу уақытында метанның шығуына байланысты тоқтатылды. Мекемемен өзімен бұл инцидент, оқыс оқиға ғой. 26 қазан күн тоқтатылды бұл лава. Расследование басталды өз мекеменің. Бірақ біздің инспектор соған қатысып отыр, солардың несі ойсы. Бірақ қазір 3-ші қарашада қайғылы жағдай болғаннан кейін ол тоқтатылды. Енді осы мемлекеттік комиссияның қорытындысы бойынша оғанда қорытындылайды. Мәселе жаңа айтып отырмын, біздің тексеріске біз жылына бір рет қана кіреміз деп. Мәселе сода болып тұр. Ал жергілікті инспекторларға жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, мысалы әрбір облыста өзінің инспекторлары бар деп. Олардың жалпы біліктілігіне қатысты не айта аласыз? Қазір енді қалай айтсақ, ар жағынан бұл жерде жемқорлық фактілері байқалмай ма? Енді қаншалықты сонымен күрес жүріп жатыр? Мен қазір сізге ар жағынан айтайын. Осы 30 жыл бұрын тәуелсіздік алғанға дейін инспекция біздің инспекторлардың жалақысы өнеркәсіптегі жалақысымен бірдей тұғын. Қазіргі біздің жалақымызды білесіздер. Мемлекеттік қызметкерінің заңы шыққаннан кейін бізде қазір мемлекеттік қызметкер инспектор деп беріледі. Бізде инспекторларымызда соцпакет жоқ. Енді біз қарасақ инспекторларымыз кабинетте отырмайды ғой. Біз апат болған жағдайда, басқа жағдайда бұзушылықтарды анықтау үшін шахтың астында біздің инспекторлар жұмыс істейді. Оларға ешқандай соцпакет жоқ. Қандай да бір жағдай болса, мемлекеттік не бойынша инспекторға 4 айлық қаза тапса, 4 айлық несін береді. Осын бәрі баяғы выслуга бәрін алып тастады бізде. Басқа ТМД мемлекеттерінде оларда выслугасы бәрі қалды. Погондары бәрі қалды. Бізде бәрін алып тастады. Демек бізде қарапайым инспекторлардың әлеуметтік жағдайы мәз емес. Тем более қазір мен айтайын деген біздің инспекторлардың бұрынғы осы пенсияға кетіп отыр, зейнеткерлікке. Көбісі өнеркәсіпте жұмыс істеген,
қазір жақта бізде енді айлық аз болғандықтан Қанша айлық? Вакансиялар аз. 200 мың. Маман тапшы болғанда, 2-ның бірі келеді. Енді өнеркәсіптен бізге инспекцияға келмейді. Айлық аз, өнеркәсіптің айлығы бізден көп. Мәселе бір жағынан ол да бар. Түсінгенімше, жалпы бұндағы қордаланған мәселелер аз емес, бәрі бір-бірімен байланысты сияқты. Тіркесіп тұр. Иә. Сондықтан да бұл мәселелерді шешуде жүйелі жұмыс қажет. Жүйелі жұмыс қажет. Иә, бұл жаңағыдай біз жеке бір оқиғаны қарастырмай, жалпы бұл салаға қатысты барлық мәселелердің түбін шешіп алуымыз керек сияқты. Еркін мырза, енді сұхбатымызды қорытындылайтын уақыт келді. Енді өзіңіз айттыңыз, жаңа әзір қолда бар ешқандай ақпарат жоқ дедіңіз, деректер, иә? Қазір әзір жаңағыдай комиссия құрылып жұмысын атқарып жатыр, иә? Оны енді алдағы уақытта білетін боламыз. Дегенмен де күні кеше жаңағыдай аталған компанияның өкілдері хабарлағандай, жабдықтауға, қауіпсіздікке бөлінген қаражаттың сомасы 1 миллиард теңге деді. Жалпы бұл қаншалықты жеткілікті, не жеткіліксіз, және де осы тау-кен саласындағы компаниялар қауіпсіздікке, модернизацияға бюджеттің бе, қалай олар жаңағыдай ақшаны қанша бөлігін бөлуі тиіс? Енді ол финансовый жағы енді біздің құзыретімізге кірмейді. Енді біз айтқанда мынау қазір уақытта пандемия болған кезде көп технология, оборудованиеға жабдықтарды әкеле алмай қалдық дейді. Оның бәрі әсер етпеу керек қой енді біздің кеншілерімізге, олардың өміріне. Сондықтан мен ойлаймын, бұл қандай да ақша бөлінсе де миллиард па, одан көп па, ол біздің кеншілеріміз қаза таппау керек. Жұмысқа барарда ол өзінің аман есен шығуын ойламау керек. Сондықтан мекеменің тарапынан бүкіл жағдай жасау керек деп ойлаймын өзім. Бірінші кезекте адамның өмірі. Адам біздің конституция жазылған ғой. Адам өмірі ол. Біз бесценный дейді ғой, орысша айтқанда. Сондықтан біздің азаматтарымыз аман болу керек. Қалай болса да өнеркәсіпте, басқа жерде саласы істесе де аман есен үйіне оралу керек. Дұрыс айтасыз, бізде осы пікіріңізбен бүгінгі сұхбатымызды қорытындылаймыз. Қадірменді көрермендер, естеріңізге салайық, сұхбат бағдарламасында бүгін бізбен бірге қонақта болған Еркін Дүйсенбаев, Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігі, өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті, тау-кен металлургиялық өнеркәсібіндегі мемлекеттік қадағалау басқармасының бас сарапшысы. Уақытта сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Бүгінгі бағдарлама барысында біз шахталардағы оқиғаларға қатысты ой қозғадық, жалпы олар салдары мен себептері жайын анықтадық, және де оның алдын алу шаралар жайында пікірлермен бөлістік. Әзірге келесі эфирге сіздермен қоштасамыз. Саулықта, амандықта қайта жүздескенше.